Сәләмәтсіздер ме оқушылар? Көне күндерден жеткен жәдігерлер бөлімі бойынша Қыз жібек жыры. Сабақтың тақырыбы: Сансызбайдың Төлегенді іздеп шығуы. Сансызбай мен жібектің кездесуі. Сансызбай мен Хореннің айқасы. Оқу мақсаты: көркем шығарманың мазмұны мен пішіні. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Қыз жібек жыры бойынша ой-түрткі сұрақтарға жауап берейік. Қыз жібек жырына арқау болған қандай оқиға? Күш салтанаты жырдың қай бөлімінде суреттеледі? Қайым айтыс түрі кімдердің арасында айтылады? Түс көру ненің белгісі? Анасын көріп қызын ал. Жырдың қай бөліміне лайық? Жырда батаның қандай түрлері кездесті? Атаңа нәлет, арығынан шыққан қу екен, әккі болған сұм екен. Жыр жолдарындағы қарғыс сөз кімге айтылған? Енді сұрақтың жауабына назар аударайық. Қыз жібек жырына арқау болған оқиға Төлегеннің жар іздеп шығуы. Көш салтанаты жырдың қай бөлімінде? Төлегеннің шетелінің қыздарын көрген сәтінде суреттелген. Қайым айтыс түрі Бекежан мен жібектің арасында айтылады. Түс көру ненің белгісі? Жібектің көрген түсі Төлегенді енді қайтып көрмейтіндігін білдірді. Анасын көріп қызын ал. Бұл Төлегеннің шектелінің қыздарын көруі бөлімінде. Жырда батаның қандай түрлері кездесті? Ақ бата, серт бата, теріс бата. Атаңа нәлет, арығынан шыққан қу екен, әккі болған сұм екен. Бұл сөз кімге айтылған? Бекежанға. Жақсы балалар, енді бірінші тапсырмаға назар аударайық. Сансызбай Төлегенді іздеп шығар алдында атасынан бата алмай кетсе, тағдыры не болар еді деп ойлайсыңдар? Болжау стратегиясы бойынша салт дәстүрмен байланыстыра отырып жауап береміз. Бағалау критерийі: әдеби шығарманың сюжетін талдайды. Дескриптор салт дәстүрмен байланыстырады, нақты дәлелмен жауап береді, батаның адам өмірінен алар орнын түсінеді. Енді балалар, дұрыс жауапқа назар аударайық. Егер Сансызбай әкесінен бата алмай шықса, жолы болмас еді. Оның Хоренмен кездесіп жеңуінде батаның күші жатыр. Төлеген әкесінің теріс батасын алғандықтан оның жолы болмады. Қазақ халқы үшін адам өмірінде батаның орны ерекше. Екінші тапсырма. Әуелі бас қосқаным жағалбайлы, жылқысын көптігінен бағалмайды. Өлгені Төлегеннің рас болса, Құдайым Қыз жібекті неге алмайды? Деген өлең жолдарынан Қыз жібек бойындағы қандай қасиетті аңғарасыңдар?
топтастыру әдісі бойынша орындаймыз. Қыз жібек Хореннен қалай құтылды? Жырмен байланыстыра отырып баяндаймыз. Бағалау критерийі: әдеби шығарманың сюжетін талдайды. Дескриптор: қыз жібек бойындағы жақсы қасиетті таба алады. Қыз жібектің батылдылығы мен ақылдылығын анықтайды. Сұрақтың дұрыс жауабына назар аударайық. Қыз жібек ақылына көркі сай сұлу, адал, батыл, шынайы сезім иесі, махаббатына тұрақты, Хореннен ақылдылығымен құтылады. Яғни, қыз жібек қалмақтан қалай құтылды? Қыз жібек еліммен, жеріммен қоштасам деп, Хореннің өзі ғана мінетін жүйрік атын сұрайды. Хорен бергісі келмесе де, жібектің сұлулығын көрген соң, оны алатынына көзі жеткендіктен береді. Жібек қалмақты алдап, Сансызбайға еріп кетіп қалады. Оны біліп қойған Хорен артынан қуады. Сансызбай оны атып өлтіреді. Үшінші тапсырма. Шүкір қылып Аллаға, кәпір жаудан құтылып, бірнеше күн жол жүріп, еліне аман келеді, ата-анасын қуантып. 40 күн дайыр той қылып, Сансызбай жібекті алады. Сансызбайдың осы әрекетінен жырда көрініс тапқан қандай салт дәстүрді байқадыңыз? Бағалау критерийі: әдеби шығарманың сюжетін талдайды. Дескриптор: Сансызбай бойындағы жақсы қасиеттерді саралайды. Сансызбай әрекет арқылы жырда көрініс тапқан әмеңгерлік салт дәстүрді анықтайды. Өз жауаптарыңмен тақтадағы жауапты салыстырамыз. Әмеңгерлік салт бойынша Сансызбай қайтыс болған ағасы Төлегеннің жары жібекті өзіне жар етеді. Сансызбай мен Хореннің шайқасынан Сансызбайды қандай қырынан таныдың? Сансызбай қандай адам? Сансызбай ағасы іздеп шығады. Ол туысшыл, жібекті табады. Батыл, Хоренмен кездесіп жеңеді. Ер жүрек, күшті, әрі батыр. Салт дәстүрді сақтайды, әмеңгерлік жолмен жібекті алады. Сабағымыздың түйіні: қыз жібек жыры халқымыз үшін ерекше. Шынайы сүйіспеншілік, сертке беріктік, қазақ халқының әдет ғұрпы, салт дәстүрі жырда тамаша берілген. Өнерден өнер туады, өнерді өнер қуады. Жыр туды, жырдан қыз жібек фильмі түсірілді. Балалар, фильмді толықтай көріңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.